Баршаңызға сәлем, мен Мардама, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет рецептпен бөлісейін деп шештім. Өте дәмді әрі тез жасалатын жұмсақ Рафаэлло пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Және де арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз ыдысымызға ертіп алған сары майымызды құямыз. Және де бір дана жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Массамыз біріккенше бір араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Мұнда менде алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Міне осындай қамыр шықты. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды формамызға жайып аламыз. Менде осындай арнайы формаға сұйық май құйып, аздап толық жағып шығамыз да, жабыс қалмас үшін. Және де осы қамырымызды толық жан-жағына бөлтек шығарып, жайып шығамыз. Өте жұмсақ, жақсы жайылатын қамыр. Міне осылай барлығын тегістеп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып дайындап алдық. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен мұнда қаймақ, үстіне осылай жұмыртқамызды саламыз. Және де сгущенкамызды құямыз. Және де кокосовый стружкамызды саламыз. Кукурузный крахмалымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз массамызды. Осы дайын болған салмамызды ендігі бана қамырымыздың үстіне толық барлығын құйып шығамыз. Енді осы пирогымызды 180 градуста піскенше, қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз духовкада. Мына біздің пирогымыз пісті. Формасынан әбден суытқаннан кейін шығарып алдық. Барлығын суығаннан кейін шығарып аламыз. Енді осы пирогымыздың үстіне мен осылай алдына дайындап алдым. Ақ шоколадымызды водяной баняда ертіп алып, осылай үстіне толық құйып жағып шығамыз. Және де үстінен осылай кокосовый стружканы толығына сеуіп шығамыз. Ана біздің өте керемет әдемі пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ пирог. Міндетті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кесілгенде де қамыры өте жұмсақ кесіледі. Ауызда ерейтін керемет пирог. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез, жылдам жасалатын пирогтардың бірі. Видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осы Қазақша каналын дамуына үлестеріңізді қосып, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға да рахмет.